Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Егер де менің осыдан алдындағы түсірген видеоларымды көрмеген болсаң, осы видеоның описаниясына сілтемелерін тастап кететін боламын. Міндетті түрде қарап шық. Сонымен бүгін мен саған өте бір керемет схема айтқым келіп отыр. Бұл схема арқылы ақша табу үшін саған қалтаңнан ақша шығарудың қажеті жоқ. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк бас. Сонымен бұл схема арқылы жұмыс жасау үшін саған ВКонтактеде аккаунтың болу керек. Мен өзімнің аккаунтыммен мысал ретінде көрсетейін деп отырмын. Сен өзіңнің аккаунтыңмен жұмыс жасағың келмесе, фейковый аккаунт ашып, сол аккаунтпен жұмыс жасасаң болады. Бірақ фейковый аккаунтың өмірде бар тірі адамның аккаунты сияқты оформление жасалған аккаунт болу керек. Сонымен аккаунтыңда не болу керек? Аккаунтыңда личкің ашық болу керек. Сосын товары деген зат болу керек. Ол жоқ болса, настройки дегенге барасың и ең бірінші вкладкеге барасың. Төмен қарата түсесің, товары дегеннің қапталына птичка қоясың, сохранить етесің. Содан кейін аккаунтыңды дамыту керек болады, сәл-пәл адам жинау керек болады. Ол үшін группы дегенге барасың, поиск сообществ дегенге барасың. Содан кейін осындай группалар бар. Бұл жерде неше түрлі адамдар бар, өздерінің ВКонтактедегі аккаунттарын жарнамалап жүрген. В общем, сен де солар сияқты аккаунтыңды дамытуыңа болады. Добавь деп жазған адамдарға дружба жібересің. Өзіңде комментарийларға, стенасы ашық группаларға добавь деп жазасың. Дружба жіберген адамдарды қабылдайсың. Мысал үшін көрсетемін, міне. Добавь друзья деп жазған. Сол адамға дружба жібересің. Сосын өзің комментарийларға жазасың. В общем, мынандай комментарий, мынандай зат шығып кетті, уведомление шығып кетті. Нені комментарий тоқтатып тастаған. В общем, сондай. Бұл жолмен аккаунтыңды дамытқың келсе, жалпы комментарийді аз жазған дұрыс. Себебі аккаунтыңды тез блокировка жасап тастау мүмкін. Сондықтан абайлап жаймен аккаунтыңды солай дамытасың. Сонымен аккаунтыңда 50-100 адам бар. Енді менің айтайын деп отырған схемам арқылы жұмыс жасай беруіңе болады. Бірақ аккаунтыңа адам жинауды тоқтатпауың керек. Сонымен менің айтайын деп отырған схемама көшеміз. Мынандай интернет дүкен бар, Print Bar деген. Бұл интернет дүкенде неше түрлі киімдер бар. Футболка, свитшот, худи, майка деген сияқты. Әр түрлі жаңағындай кино кейіпкерлері, футбол, Хабиб, Макгрегор, тағы да сол сияқты неше түрлі адамдардың суреттері бейнеленген киімдерді сатады. Бұл интернет дүкен қарапайым адамдарға ақша табуға мүмкіндік беріп қойған. Өздерінің киімдерін жарнамалап ақша тапсын деп, өздерінің партнеркаларына ашып қойған. Print Bar'дың партнеркасының сілтемесі осы видеоның описаниясында. Міндетті түрде тіркелу оңай. Партнерка мынандай, главная страницасы, міне. Менің счетымда 574 рубль бар.
Бұл жерден минимальный ақша шығару үшін 1000 рубль ақша табуың керек болады. Мен әлі 1000 рубль ақша тапқан жоқпын. Сосын бұл партнеркінің ерекшелігі, бұл партнерка барлық мемлекеттермен жұмыс жасайды. Яғни барлық мемлекеттің адамдарына қызмет етеді. Сосын тағы да бір ерекшелігі, бұл партнеркіден тапқан ақшаңды Kiwi кошелекпен, WebMoneyмен, Яндекс деньгімен, карточкамен шығаруға болады. Бірақ қай елдің карточкасы екенін білмедім. Сонымен схемаға көшеміз. Схемамен жұмыс жасау үшін алдын ала дайындық жасап жібереміз. Мои магазины дегенге басамыз. Сосын магазин ашамыз. Создать новый магазин. Мысал үшін ВК товар. Создать мои магазины дегенді басасың. Міне сенің интернет дүкенің дайын. Мен бұны удалить тастаймын. Себебі мен өзім оның алдында интернет магазин ашып қойдым. Дәл осы схема арқылы жұмыс жасау үшін. Ендігі мәселе, интернет дүкенге барамыз, принт-барға. Қандай киім жарнамалағың келеді? Каталог дегенді басасың. Төмен қарата түсесің. Европейская лига футбола, футбол. В общем, мына жерде көп заттар бар. Мен өзімнің мысалымды көрсетейін. Мен мультфильммен жұмыс жасап жатырмын. Яғни мультфильм аниме кейіпкерлері бейнеленген футболка, худи, тағы да сол сияқты заттарды жарнамалап жатырмын. Оның ішінде Нарутодан бастап жатырмын жалпы. Мысал үшін бір киім ұнады. Мына товарды салып көрсетейін. Добавить товар. Товардың аты. Товардың описаниясы. Качество и қос нүкте, бренд, қос нүкте. Қос нүктені қойсаң да болады, қоймасаң да болады. Өзің білесің. Мен тек арасын бөліп тұру үшін қос нүктеге қойып жүрім. Енді товардың бағасын скопировать етіп қоямыз. Стоимость деген жерге қоясың. Товардың атын копировать етіп аласың. Картинканы скачать етіп алу үшін мишканың оң жақ батырмасын басасың. Сохранить изображение как деген. Басасың. Шығып кетесің. Новая папка. Товардың атын жазасың. Сол папканың ішіне картинканы сохранить етесің. Алдыңғы жағынан қарағанда, арт жағынан қарағандағы суретін. Енді суретін саласың товардың. Суретін саласың. Обложкасы мынау. Ең бірінші шығатын сурет. Мынау екінші сурет. Категория, товардың категориясы. Ер адамдарға арналған болса, мужской одежда деп таңдап аласың категорияны. Әйелдерге арналған болса, женский. Аты товардың описаниясы, суреті, бағасы, создавать дегенді басасың. Товарға басасың. Мына жерге партнерский ссылканы тастау үшін. Алдына заготовка жасап аласың мынандай. Копировать етіп аласың Ctrl-C-мен.
Ctrl-V қоясың, енді партнерский ссылканы жасайсың. Ненің товардың бетіне баратын ссылканы копировать етіп аласың. Партнерский программаға барасың. Өзіңнің создавать еткен магазиніңнің қапталында сформировать деген батырма бар, соған басасың. Мына ссылканың орнына жаңағы скопировать етіп алған ссылкаңды қоясың, сформировать. Копировать етіп аласың, ВК CC-ға барасың, ставить. Копировать етіп аласың, ссылкасын қоясың товардың, отправить. В общем, осындай схема. Бұл схема арқылы бүгін ертең ақша тауып кетесің деп айтпаймын, себебі бұл схема арқылы ақша табу үшін трафик керек, яғни трафик дегеніміз адамдар. Достарың көп болған сайын трафик көп болады. Сондықтан осы схемамен жұмыс жасауыңды тоқтатпағаның дұрыс. Жалпы интернет арқылы ақша табу үшін көп нәрсе білуің керек, ненің не екенін, кімнің кім екенін деген сияқты. Видео ұнаған болса лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерді достарыңмен бөліс. Келесіде кездескенше.